Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақты бастамас бұрын суреттерге қарап, бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтаңыздар. Бірінші суретте не бейнеленген? Екінші суретте не бейнеленген? Сабақтың тақырыбын анықтадық деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тауда түнедік. Сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Өрлеу, возвышаться, көтерілу, подниматься, тік, прямо, мұздық, ледник, қарлы, снежный, асқар, высокий, тілдескен, пронзают, түнеу, ночевать, етегінде, у подножия, тұнып тұр, невидимо, шіркін, эх. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, жаттап алыңыздар, және жаңа сөздерді қатыстырып, қатесіз 3 сөйлем құраңыздар. Дескриптор 3 балл. Тыңдалым, оқылым. 3-ші тапсырма 51-ші бет. Мәтінді тыңда, жаңа сөздердің астын сыз. Біз Алакөлдегі Еспенбет сайына бардық. Сайды өрлеп, жоғарыға көтерілдік. Айнала қалың шыршалы биік таулар, тік жартастар мен мұздықтар. Ауа тап-таза. Салқын самал жел соғып тұр. Алыстан Жетісу Алатауының қарлы шыңдары көрінеді. Асқар таулы мұздықтар аспанмен тілдескендей. Күн қызарып көтеріліп, айналаға нұр шашады. Айнала көк майса қалың шөп. Таудың етегінде жабайы алма мен жидек тұнып тұр. Ертегідегідей ғажайып көрініс. Біз тауда қызғалдақ тердік, доп ойнадық. Кешке қарай алау жағып, тамақ пісірдік. Шіркін, далада ішкен тамақтың дәмі де ерекше екен. Шатыр құрдық. Тауда 2 күн түнедік. Маған тауда түнеген керемет ұнады. Сен тауда түнек көрдің бе? Дескриптор. Мәтінді оқып, түсінесіздер, жаңа сөздердің астын сызасыздар. 1 балл. Келесі жазылым тапсырма. Қайсысы артық? Мәтінде жоқ, артық ақпаратты табыңыз. Найдите лишнюю информацию, которого нет в тексте. Бірінші. Бірақ Алакөлге барған жоқпыз. Екінші. Тау суық болғандықтан түней алмадық. Үшінші. Тауда жабайы алма мен жидек тұнып тұр. Төртінші. Алыстан Жетісу Алатауының қарлы шыңдары көрінеді. Бесінші. Біз тауда раушан гүл тердік. Алтыншы. Маған тауда түнеген керемет ұнады. Дескриптор. Әр дұрыс орындалған 2 жауап 1 балға тең. Барлығы 3 балл. Келесі айтылым тапсырмасы. Бұл сұрақ болса, жауабы қандай болмақ әдісі? Сұрақтарға жаңа сөздерді қолданып, жауап беріңіздер. Бірінші. Олар қайда барады? Екінші. Айналада не бар? Үшінші. Таудың ауасы мен табиғаты қандай? Төртінші. Алыстан не көрінеді? Бесінші. Таудың етегінде не тұнып тұр? Алтыншы. Олар тауда не істеді? Дескриптор. Әр дұрыс толық жауап берілген 2 жауап 1 балға тең. Барлығы 3 балл. Осымен тапсырмалар аяқталды. Бүгінгі сабақтан балалар не түсіндіңіздер? Егер барлығы түсінікті болса, бас бармақты жоғары. Енді түсініп келе жатқан болсаңыздар, бас бармақты жанына, егер мүлдем ештеңе түсінбеген болсаңыздар, бас бармақтарыңызды төмен қаратып, кері байланыс жіберіңіздер. Осы тапсырмаларды орындап, жіберуді ұмытпаңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.